Қайырлы күн ханымдар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен міне 6 қиықты көйлек тігеміз. Алды 3 бөліктен тұрады, арты 3 бөліктен тұрады. Мына алдының тура ортасын мен бүктеп пішемін. Егер ол жерге тігіс түсіруге де болады. Тігіс түсіретін болсаңыздар 1 см орын қалдырасыздар. Міне бізге осындай лекала беріледі. Жеңа, алдыңғы бойдың бірінші деталі, екінші деталь, үшінші деталь. Міне мына детальдардың барлығына мен жазуларын жазып қойдым. Алдыңғы бой 1 деп қойдым. Алдыңғы бой 2 деп қойдым. Алдыңғы бой 3 деп қойдым. Яғни осы алдыңғы бойдың 3 бөлігі бір-біріне қосылып тігіледі. Міне осы видеода қалай тұр, тура солай қосатын боламыз. Міне мына жерге тігіс түседі, мына жерге тігіс түседі. Сосын мына жерге, мына жерге. Ал артына замок қоямын. Егер замок қоймаймын десеңіздер, артқы бойды бүктеп пішіп, капелька жасауға да болады. Мен өзім замок қоя беремін. Өйткені мойнын қатты кең алған жоқпын, сондықтан замок қоя салайын деп ойлап тұрмын. Енді міне осындай детальдар беріледі. Мен бұл көйлегімді пішіп, тігіп дайындап қойдым. Қанша мата кететінін сіздерге көрсеткім келіп тұр енді. Мен 3 метр мата болған. Осындай 3 метр матамды алып, осы көйлекті 3 метр матадан шығардым. Өзіме 48 размер тіктім. Одан кейін мен шелковый купра деген матадан тіктім. Сондықтан кеңдігіне бәрібір шелк купра деген қысқаратын мата болғандықтан кеңдігін кішкене кеңдеп алдым. Енді қараңыздар, міне мынау мендегі 3 метр мата, осылай сіздерге жобамен көрсетейін. Кішкентай қылып камераға сыйымды түрде болады. Енді мысалға мынау алдыңғы бойды бірінші пішіп алатын болсаңыздар, мен матаның тура ортасын жайып қоямын. Мынаны мына жерге қойдым. Қараңыздар, менің матам узорлары әртүрлі, яғни былай да кие беруге болады, былай да кие беруге болады. Сондықтан мен матаны үнемдеу мақсатында, егер сіздердің маталарыңыздың бағыты бір бағытта, яғни мысалы кейбір кезде гүлдер болады, гүлдер жоғарыға қарай өсіп тұрған, ол кезде былай жасай алмайсыздар, ол кезде шамалы көптеу мата керек болады. 4 метрдей мата керек болады ол кезде. Енді менікі мынау оюым әртүрлі болғандықтан былай да кие беруге болады. Сондықтан мен матаны осылай үнемдедім. Енді қараңыздар. Сіз өзіңіздің мына жерде белі белгілі, яғни ішке қарай үшбұрыш болып сызық болып тұрған жер біздің беліміз, осы белі болып есептеледі. Енді мен өзім тұрамдағыны, өзімнің мынау кеуде жағы көйлектің ұзындығы белден төменге қарай өлшеп аламын. Мысалға бұтыңызға шалбар юбка киіп тұрсыз ғой, бәрібір соның белі қай жерде тұр, қандай ұзындықты қалайсыз, сол ұзындықты өлшеп аласыз. Менде мына ұзындық, белден төменгі ұзындығы 1 метр қылып алдым. Бойым 1,64 см. Одан қысқа көйлек кигім келмейді. Сондықтан 1 метр қылып алдым. Енді мына белінен төменге қарай 1 метрді аламыз. Ол жобамен осы жерге келуі мүмкін да. Мұны былай түзу есептейсіздер. Белден меха қарай 1 метрді алдым. Осылай түзу сызып аламын да. Жанымен қосып жібереміз. Енді бұның мысалға етегі одан кең болғанын қаласаңыздар, бүйтесіздер. Жаңағы ұзындықтар ғой, 1 метр ұзындық. Міне жалпы өзінің ұзындығы міне мынамен туралас. Енді сіздер одан кең болып тұрған қаласаңыздар, одан шамалы кеңге былай өлшейсіздер. Мысалы мына жерде мына ширинасын 30 см қылып алуыңыз мүмкін, 35 қылып, 25 қылып алуыңыз мүмкін. Осылай аласыздағыны жаңағы 1 метріңізді осы сызыққа келіп қосасыз. Етегі түсінікті деп ойлаймын. Осы қосасыз, сол кезде жалпы көйлектің ұзындығы бізде дайын. Енді мұны бізде алдыңғы бойдың екінші деталін аламын. Бұл екінші детальді енді былай қойып, кері қарай қойып пішемін. Себебі мынаның етегі кең, мынаның етегі кең, мына жақ аздау болады. Сол есебі осылай матаны үнемдеп пішемін. Енді бұны осы матаның аяқ ұзындығы біткен жерге жобаластырып қоямын. Бұны да үстінен бастырып аламын да, мына жақтан жаңағы 1 см ұзындықты былай есептеп аламын дағыны. 1 метр ұзындық, белден төменгі ұзындықты айтып жатырмын, соны шатасып қалмаңыздар. Мысалы белге дейін 40 болса, 38-40 қой, енді разница. Тігістері бар, сонда бірде 40 ұзындық ала беремін. Сіздер мүмкін одан 80 см болуы мүмкін ұзындығыңыз, әркімде әртүрлі шығады. Міне алдыңғы бойдың 2 деталін піштім. Енді мынау 3-ші деталь. Енді матамның менде кішірек болып қалды, бұл жерге негізі сияды. Енді оны осылай алсам болады. Мынаны қазір жоғарырақ қоямын. Сөйтем дағыны мынаның белінен жаңағы 1 метр, өзіме керекті 1 метрді алып, соны былай етегін қосамын.
Енді мен сіздерге бұлай қысқа вариантта шығарғаным себебі парағы өте көп болады, шығарған адамдарға да ыңғайсыз. Бір жағынан мен сіздерді ойлаймын, сол себепті осылай қысқа вариантта ұзындықты кез келген киімге қоса салу ол оңай нәрсе. Сондықтан мен сіздерге осылай көрсетіп жатырмын. Мынау неге қысқа деп жүрмеңіздер, керекті ұзындықты осылай қосып пішеміз. Міне алды, түсінікті. Енді тура осылай артқы ойды пішіп аламыз. Енді артқы ойды мына жаққа қойсаңыздар болады. Міне оның да керекті ұзындығын қосып пішеміз. Енді мен матам кішірек болып сыймай қалып не қылып тұр, сіздерге жалпы жобаны түсіндіріп жіберейін деп тұрмын. Сосын ары қарай міне осылай болмаса міне мынаны былай жасауға болады. Мынау артқы бойдың жаны, мынау алдыңғы ойдың ең жаны. Сол екеуін бір тұсқа аламыз да, сол кезде мына жерден ортадан жер қалады. Сол ортадан қалған жерге мына жеңді пішіп аламыз осы жерден. Мен өзім солай жасадым. Сол кезде маған нақты 3 метр матам жетті. Енді мынау алдыңғы ойдың бір деталі, артқы ойдың бір деталін осылай пішіп алып, мына жерден тура осылай пішсеңіздер, мына жерде жеңге ортақ орын қалады. Егер мысалы үлкен размерлер 54, 56, 58 болатын болса, уже 3,5 метр мата алу керек болады. Болмаса жеңі сыймай қалады. Одан кейін жеңі мысалы мына менде 3/4 кішкене шынтақтан төмен түсіп тұрады. Бірақ менің жеңім кішкене қысқарақ болды. Себебі мына жерден қалған матадан мен осы жеңді шығардым. Яғни 3 метр мата маған толық жетті. Мынандай жанындағы тек кусоктар ғана қалды. 52 размерге дейін осылай 3 метр матадан шығаруға болады. Осылай маталарымызды пішіп дайындап аламыз. Сосын олардың арасына қазір бейка дайындауды көрсетемін. Сосын бейканы дайындап барлығын қосып тігіп шығамыз. Мен көйлекті сіздерге түсінікті болу үшін тігіп қойдым. Осылай арасына бейка салып тігіп шығамыз. Енді бізге осындай бейканы дайындап алуымыз қажет. Бұл үшін осындай кәдімгі касая бейка бар ғой. Мен негізі атласовый бейканы жақсы көрмеймін, себебі ол деген жылжып кетеді, көп уақыттарыңыз кетеді, қанша нервтарыңыз кетеді. Сол себепті всегда осындай хабы бейка алғанға кеңес беремін. Одан кейін осындай корсетный шнур деп айтамыз. Осындай шнур алдым. 1500 теңге, мынау 1000 теңге, 2,5 теңге болды. Мен бір көйлекке тігіп қойдым. Мынау негізі бір 2 көйлекке жетеді. Ал мынадан уже біраз қалады. Енді біз осыны дайындап алуымыз қажет. Ол үшін шнурымызды босатып аламыз. Бейкамызды босатып аламыз. Қолым краска болып қалды кетпей. Енді осының ортасына мен лапкасын алып, мынау шнурды бейканың ортасына салып тігіп шығамыз. Тігісі лаж болса, мынау шетіне қарай түскені дұрыс. Хандар осылай тігіс түсіріп шығамыз. Одан кейін мынаны айналдырып біразын тігіп қойыңыз, бірақ үзбеңіздер, қимаңыздар да. Қимай осылай қалдыра беріңіздер. Сөйтіп өздеріңізге керекті ұзындықты шетінен отып тіге бересіздер. Себебі жаңа көйлектің арасына қанша кететінін білмейсіздер. Сол себепті ұзындығы қысқа болып қалуы мүмкін. Сол кезде жалғанған уже әдемі көрінбей қалады. Сол себепті барынша ұзын қылып тігісім осылай қалады. Осы жерден тігісімді аяқтаймын, бірақ ешқандай қиып тастамаймын. Міне енді жаңағы сіздерге алдыңғы ойдың екінші деталі, алдыңғы ойдың үшінші деталі. Көйлектерімізде мына жеріміз бізде бүтін пішілген, яғни тігіске орын жоқ. Егер тігіс қоям десеңіздер, оны тігіске орын беріп, арасына тоже бейканы тігуге болады. Енді осы қағаздан тұрған жерінде көрсетіп жіберейін. Мұны бетеміз. Мұны екі детальді аламыз. Екеуін бір-біріне оң беттерін беттестіреміз. Міне бейканың шнур жағы матаның ішінде қалады. Матаның ішінде қалады. Сосын уже тігіс түсіреміз. Негізі тігісті тіккен кезде мынандай бір жақты лапкамен тіксеңіздер, сол жақсы. Өйткені шнур болған екен, лапка кедергі келтіреді. Осылай толықтай ұстап отырып тігіп шығасыздар. Түзу тігіс жалпы түсіндіріп айттым. Түсіндіңіздер деп ойлаймын. Қиын ештеңесі жоқ. Осыны бір-біріне беттестіріп, арасына бейканы қойып тігіп аласыздар. Сосын мына жерін бір-біріне беттестіріп
бейканы қойып оны тігіп аласыздар. Міне алдыңғы бой мұны, сосын мына келесі жағы болады ғой, сол келесі жағында тоже қосасыздар. Сонда жалпы толық алдыңғы бой ол бізде дайын тұрады. Сосын енді артқы бой. Міне шатасатын болсаңыздар міндетті түрде осылай белгі қойып алыңыздар матаның ішкі жағынан. Алдыңғы бой 1, 2, 3 деп шатасасыздар. Сол себепті матаның ішкі бетіне түсіріп алыңыздар. Мына жерде беттестіріп ортасына бейка қойып тігіп шығамыз. Мына жерде беттестіріп ортасына бейка қойып тігіп шығамыз. Мына ортасында тігісі бар. Бір жағымыз дайын, келесі жақта да тура солай дайындап аламыз. Енді көйлегімізді жалпы тігісін тігіп аяқтадық. Енді оны біз құрастырып тігуге кірісеміз. Механдар көйлегіміз дайын күйінде осылай болады. Мына артқы бой 2 тігісі бар. Мынау алдыңғы бой 2 тігісі бар. Ортасы бүтін пішілген. Енді осы детальдарымыздың иықтарын бір-бірімен қосамыз. Сосын уже жан тігістерін бір-бірімен қосамыз. Одан кейін жаңағы мынау біздің бейкамызды тігіп шыққаннан кейін барлық тігістерімізді оверлокқа салып аламыз. Оверлок жоқ болса, не жасасаңыздар болады, зигзагпен өңдесеңіздер болады. Осылай жанын, иығын қосып тігіп аламыз. Сосын замогын тігетін боламыз. Арқасынан потайной замок саламыз. Осындай замок. Оның осындай лапкасы бар. Осылай лапкамызды орнатып аламыз. Лапкамызды орнатып қойдық. Енді біз жаңағы артына замок салатын болғандықтан артқы тігісімізді де осылай оверлоктап аламыз. Мынау замогымыз дайын күйінде осылай қарап тұру керек. Яғни ол оң беттерін, мына көйлектің оң беті мен замоктың оң бетін беттестіреміз. Беттестіріп, мынау жоғар жағынан біз бейкамен өңдеп шығамыз. Оған 1 сантиметр орын қалдырып кетейін. 1 сантиметрден кейін мына замоктың басы сол жерден бастаймыз. Лапканың сол жағында 2 тесік болады, соны сол жағына қарай кіргізіп қойдым. Тесімізді бастаймыз. Закрепка жасаңыздар. Замокты бастаған кезде бір жағы бітті. Енді былай келесі жақтың арқа бойын аламыз. Енді мұны замокты шешіп алып оң бетіне беттестіреміз. Енді осы жерде көп қателесіп жатамыз. Мұны замогымыз былай айналып кетіп солай тігіліп жатады. Сол үшін мұқият болыңыздар. Мұны осылай тұрады. Сосын оң бетін былай беттестіреміз. Жоғарыдан 1 сантиметр тігіске қалдырамын. Сосын жаңағы мұны замоктың басталған жері бар ғой өзі. Сол жерден бастаймыз. Енді бұны мына оң жақтағы тесікке қоямыз. Закрепка жасаймыз міндетті түрде. Замоктың басында және соңында. Негізі мына замоктың жүруі қиын болады. Сол кезде көбіне замокқа матамыз жиырылып тігіліп жатады. Сол үшін мен мына жағынан ұстап тұрам да, осылай тартып отырып тігем. Сол кезде жиырылмай тігіледі. Тігісімді аяқтадым, закрепканы жасадым. Міне замогым дайын. Енді төменгі жағын қосамыз. Лапкамды ауыстырып алайын. Лапкамды ауыстырып алдым. Енді замоктың мына түбін екеуін біріктіріп
кәдімгі түзу тігіспен қосып шығамыз. Тігісімізді аяқтадық. Енді соңынан мына тігісті екіге ашып үтіктеп шығамыз. Қаңдар енді біз мойнын өңдеп алайық. Самогымыздың, көйлегіміздің. Мына ұшына бейканың шетін осылай тігеміз. Самогын ашып жіберейін. Мен беканы ішіне қайтаратын қылып, оң бетінен тігіп жатырмын. Егер бека сыртында да көрініп тұрсын десеңіздер, ішкі жағынан тіксеңіздер болады. Қазір мен оң бетіне қойып тігіп жатырмын, ол ішіне қайтарылады. Ал егер ішкі жағынан тігетін болсаңыздар, сыртына қайтарып бекітетін боламыз. Енді мынаның ішкі жағына қарай қайтарып тігісті жабуымыз қажет. Мына замоктың бас жағын кесіп тастайын. Сәл қалдырсаңыз, мына полыны кесіп тастап жүрмеңіздер. Беканың бір шетін ішке қарай қайтарамын. Бұл ішке қайтарып тұр. Енді біз мына тігісіміз бар ғой, сол тігістің бойымен осылай жасаймыз да, мынаның түбіне тігіс түсіреміз. Закрепка бердім. Мына беканы өзін ішке бір қайтарамыз. Тігісті жауып қойып қайтарсаңыздар да болады. Сосын оны осылай қайтарамыз. Жақтың замогынаған тігіп кетті.
қойдық. Мынаны жақсылап үтіктеп қойсақ болды. Қазір бәрін жақсылап үтіктеп аламыз. Енді біз жеңін қосамыз. Самауын бітірдік, жеңі. Сонымен бітеді.